Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бисквиттің жасалу жолымен бөлісемін. Бірінші құрғақ заттарды дайындап аламыз. 160 грамм ұнға, 50 грамм кукурузный крахмал, 10 грамм разрыхлитель салып, електен өткізіп аламыз. Содан соң бөлме температурасында тұрған 6 жұмыртқаны алып, 200 грамм шекер салып, миксермен жақсылап көпіріп, ағарғанша миксерлеп аламыз. Жұмыртқа міндетті түрде комнатный температурада болу керек. Холодильниктегі жұмыртқа жарамайды. Енді миксерді ең жай жылдамдығына қойып, сұйық маймен сармайды араластырып, осы массамызға қосамыз. Енді миксерді ең жай жылдамдығына қойып, жаңаға дайындаған ұнды бір қасықтан салып отырып араластырамыз. Егер де сіздерде менікіндей миксер болмаса, қолмен лопатамен араластыру керек. Қол миксер жарамайды. Лопатамен тек қана бір бағытқа қарай араластырасыздар. Бисквиттің қамыры дайын болды. Енді осындай кольцоға астына фольга төсеп, жанын жауып, ішінен пергамент қағазын төсейсіздер. Бисквиттің қамырын құйып, 150-160 градуста 1 сағаттай пісіріп аламыз. Бисквит пісіп шықты. Осылай шетінен қағаздарын алып, сеткаға төңкеріп қоямыз суығанша. Суыған соң сыртын орап холодильникке 4-5 сағатқа салып аламыз. Бисквитті кесіп, енді торт жасай беруге болады. Бисквиттің бетін алып тастаймыз. Бисквитті 3 бөлікке бөліп алып, арасына крем жағып, торт жасай береміз. Өте жұмсақ, үлпілдек бисквит болып шығады. Кремнің жасалу жолын келесі видеода көрсетемін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.